Баршаңызға сәлем, менің есімім Әсел Алдиярқызы, дәрігер-терапевт. Алдағы уақытта сіздермен маңызды ақпараттармен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Атопиялық дерматит, диатез ауруы екеуі бір ұғым, бір ауру. Бұрын дәрігерлер балаларға эксудативті катаральды диатез деген диагноз қоятын болса, ал қазір атопиялық дерматит деп өзгертілді. Атопиялық дерматит ауруы әсіресе кішкентай нәрестелерде 5 жасқа дейінгі балаларда жиі кездеседі. Оның себебі бұл генетикалық ауру, яғни анасында, әкесінде, ата-әжелерінде тері аллергиялық ауру болса, балада сол ауруға деген бейімдеушілік жоғары болады. Бала жатырда ұрық болып қалыптасқаннан бастап, теріні құрғатпай, ылғалдандырып тұратын белоктың синтезделуі дұрыс болмайды. Соның әсерінен бала туылған соң тері құрғап, ол қышып, терінің қорғаныштық қасиеті төмендеп, кез келген инфекция теріге ене алады. Соның әсерінен жаралар пайда болады. Сонымен қатар, егер балада гендік бейімдеушілік бола тұра, және де анасы жүктілік кезінде көп мөлшерде цитрусты тағамдарды, тәтті шоколадтарды жиі қолданатын болса, онда 70% балада атопиялық дерматит ауруы пайда болады. Жалпы атопиялық дерматиттің симптомдары: тері қызару, құрғау, қышыну, бөріту, кейде жара болып іріңдеуге дейін барады. Әсіресе бұлар бетте, баланың бетінде, шынтақтың бүгілетін аймақтарында, сонымен қатар тізенің артқы бөліктерінде жиі болады. Егер балаңызда осындай белгілер байқасаңыз, міндетті түрде аллерголог-дерматолог дәрігерге көрсеткеніңіз жөн. Және де иммуноглобулин Е деп аталынатын анализ тапсырыңыз. Иммуноглобулин Е дегеніміз организмге аллерген түскен кезде. Аллерген дегеніміз, мысалы, аллергенге кез келген тамақ болсын, немесе сондай-ақ шаң тозаң, өсімдіктерге, жәндіктерге, кез келген біздің иммундық жүйемізде қалыптыда бөлінетін бұл антидене болып табылады. Аллергиясы бар адамдарда, яғни осы иммуноглобулин Е деңгейі жоғарылайды. Бір сөзбен түсіндіргенде, бұл біздің иммундық жүйеміздің қорғаныштық фактор болып табылады. Және де аллергопроба тапсырыңыз. Аллергопроба деп отырғанымыз бұл балаңыздың мысалы кез келген нәрсеге аллергиясы болуы мүмкін. Тағамдарға, немесе шаң тозаңдарға, гүлдерге, жәндіктерге, сондай-ақ кейбір жануарлардың, иттің, мысықтың жүндеріне кейбір балалардың аллергиясы болады. Сол сияқты соларды нақты анықтап беретін осындай аллергопробалық тест бар. Оны арнайы зертханаға апарып тексертесіздер. Енді атопиялық дерматиттің емі. Бірінші кезекте аллергия тудыратын заттардан балаңызды алшақ ұстаңыз. Мысалға, кез келген тағамдар, шоколадқа, глютен, жаңғақтан ұстау мүмкін кейбір балаларға, жұмыртқадан да аллергия беретін балалар бар. Оны сіздер айта кеткендегідей анализ тапсыру арқылы, аллергопроба тапсыру арқылы соның результаттарына қарап балаңызды осындай аллергия тудыратын заттардан алшақ ұстауыңыз қажет. Екінші, үнемі баланы күніне 1 рет шомылдырып отырыңыз. Себебі атопиялық дерматит ауруымен ауыратын балаларға міндетті түрде терісіне күтім қажет. Баланы шомылдырған кезде арнайы атопиялық дерматитке арналған шампуньдарды қолданыңыз. Шомылып болған соң эмолент жағыңыз. Эмолент бала терісін ылғалдандырып тұрады, яғни құрғап кетуден сақтайды және сол аймақтың қышынуын азайтады. Осы қағидаларды күніге ұстанатын болсаңыз, балаңыз түнде тыныш ұйықтайтын болады. Атопиялық дерматит ауруының нақты түбімен жазып жіберетін дәрі жоқ, өйткені ол генетикалық ауру. Және сонымен қатар тағы да айта кететін жағдай, баланы күн көзінен терісін зақымдайтын загар қабылдаудан сақтаңыз. Баршаңызға соңында дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағы да маңызды ақпараттар болсын десеңіздер, каналымның дамуына атсалысып, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.